дамытудағы инновациялық технологиялар. Бұл тақырыптың аталу себебі біз 2 апталық курсқа барып келген кезде осы тақырып бойынша біліктілігімізді арттырдық. Сол біліктілікті арттырғаннан кейін курстан кейін қолдау бағдарламасы бойынша шебер сынып коучинг өтуіміз керек. Сол бойынша бүгінгі сіздерді сабақты алғашқы топты бөлуден бастайын. Бір мұғалім келіп, мына жерде сұрағанды таңдап топқа бөлісіңіздер. Мына жерде оқылым, айтылым, мына жерде тыңдалым, мына жерде жазылым. Келіңіздер. Қымыратпай бастайсыздар. Мұғалімдер сабақты дұрыс жоспарлау, мен тағдарды меңгереді, тапсырма жасап, бір-бірімен тәжірибе алмасады. 21-ші бұл жерде тілдік дағдыны таныстырамыз. Тілдік дағдыны өзіңіз білесіз, 4 дағды бар, иә? Тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым, иә? Сол 21-ші ғасырдың дағдысы сын тұрғысынан ойлау, мәселені шешу, өз бетінше білім алу, сұрау, құру және жобалау практикаттарда ынтымақтастық. Мына жерде сабақты жоспарлап тапсырма жасайтын кезде бірінші бүкіл сыныпқа тапсырма жасаймыз. Бүкіл сыныптың оқушыларын қамтитындай тапсырманы жасаймыз. Одан кейін топқа бөлеміз. Жаңа сабақтарда көрген шығарсыздар, топқа ортасында бөлініп жатыр, иә? Неге деп түсінемін азыр? Өйткені себебі бүкіл сыныпқа арналғаннан кейін бар топтық жұмыс жасап, одан кейін жұптық жұмыс, одан кейін бар жеке жұмыс жасады оқушылар. Мына дағдылар, жаңа айтып көрдім. Бірінші тыңдаймыз, айтамыз, оқимыз, одан кейін бар жазамыз. Бұдан өтіп кете берейін, бұл некі. Мына. Бұл неге тоқталып кетем, бұл ағылшын тілінде бастауыш сыныптардан басталады. 3-4 және 5-тен 11 кетеді. 3-4-те бізде бірінші тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым, қолдану. Ал жоғары сыныптарда бізде маңызын кіреді, контент кіресіздер, иә? Тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым, одан кейін бар қолдану. Қазақ тілдерінде сіздерде, қазақ тілдерде тыңдалым, айтылым, оқылым, одан кейін жазылым, иә? Орыс тілдерде сіздерде де сондай, иә? Жарайды. Көп нәрсе, разнисын емай, көп қарастырып. Енді осы 4 дағдының әрқайсысына жеке-жеке тыңдалым бойынша презентация жасау үшін бірінші тақырып. Қарыпташамыз. Тақырыпты суретпен, сұрақпен, ребус тағы да басқа түрлі жолмен ашуға болады. Екіншіден жаңа сөздіктер. Бүгінгі тақырыпқа сай тапсырма арасында айтылатын сөздер болуы тиіс. Үшіншіден жаңа сөздерді пайдаланып тапсырма жасау керек. Төртінші тыңдалым бойынша аудио жазбаның бір бөлігін тыңдатасыз. Бесіншіден тыңдаған соң кім, не туралы екенін білу үшін сұрақ бересіз. Алтыншы толық тыңдатасыз. Жетінші тыңдалым бойынша жалпы сұрақ беру. Сегізінші тыңдалымды толық түсінгенін тексеруге жұптық жұмыс. 9-шы тілдік талдау. Одан кейін бар нақты ақпарат алу үшін детальді түрде тыңдау деген бар екен. Сол кезде жай ғана басқа бөлімді тыңдатасыздар, одан кейін сұрақ бересіз балаға. Тыңдағаннан сен не естідің деген сияқты. Бала сол кезде ол айту керек, 2-3 сөйлеме. Одан кейін толықтай тыңдатасыз. Толықтай тыңдатқаннан кейін толыққанды сұрақ бергенде нақты ішінде қандай ақпарат бар тыңдағанын, сол туралы оқушылар айтып беру керек сіздерге. Және жұптыққа тапсырма бересіздер. Тыңдауым бойынша. Мысалы, тест сұрақ алуға болады.
әңгіме, диалог жасатуға болады тыңдалым бойынша. Тағы да бір тапсырмалар жасатуға. Және соңғысында қорытындылаған кезде мынаның әр қайсысына слайд жасауға болады. Одан кейін соңғы қорытындылайтын кезде тыңдық, тілдік талдау, мысалы нақыл сөз, мақал мәтелмен қорытындылауға болады. Екінші мынау видео жасанды интеллектпен жасалған. Құрметті әріптестер, айтылым бойынша презентация жасаудың жолын айтып берейін. Біріншіден айтылым бойынша тақырыпты ашамыз. Тақырыпты түрлі жолмен ашуға болады. Екіншіден сөздермен жұмыс. Сөздер тікелей аударылмайды. Тек сол тілде мағынасын ашып барып табады. Үшіншіден сөздің мағынасын айту. Дыбыстау, түрлі талдау жасау, сәйкестендіру, түрлі жолмен тапсырма жасауға болады. Төртіншіден суретті сөйлету. Айтылымға алған тапсырманы, мысалы видео немесе мәтін, сурет алсаңызда, сол бойынша айтылымда ісін дамыту. Мысалы бүгінгі тақырып киімдер туралы болса, сол жайлы оқушылардан ойын сұрау. Сұрақ қою. Соған байланысты жауап алу. Орасы оқуында тақырыпты ашамыз. Тақырыпты ашқаннан кейін сөздікпен жұмыс. Сөздікпен жұмыстан кейін сөздің мағынасына қарай, мысалы, айту, дыбыстау, мүмкін сөздерді айтқызу, суретпен айтқызасыздар. Ол өздеріңіз шеберліктеріңізге байланысты. Және де сол суреттерді арқылы суретті сөйлету үшін болмаса сөзін тапсырма бересіз сұрақ арқылы. Одан кейін берілген сурет бойынша нақты ақпарат бересіз. Жұптық тапсырма, диалогқа түсу бар, постер қорғатыңыз, кез келген тапсырма, балаларға бит. Жай ғана бір қорапшаның ішіне салып та бір Естеріңізде болсын, сөздер тікелей аударылмайды. Мысалы тақырып әке мен бала.